Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше сыр қосылған пирожкидің рецебімен бөлісемін. Ал бисмилля, пирожкимізді бастайық. Ол үшін бізге картоп, сыр, ұн, укроп, бір жұмыртқа, бұрыш және тұз қажет болады. Картопты осылай газға қойып, жақсылап пісіріп аламыз. Ыстық картопты жақсылап еземіз. Суығаннан кейін бетіне, дәміне қарай тұзымыз бен бұрышты қосамыз. Одан кейін укроп және бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі ұнымызды қосамыз. 300 грамм ұн қостым. Жақсылап қолымызбен қамырды илейміз. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ осылай болу керек. Енді қамырды екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін жайып алдым. Қазір сіздерге екінші бөлігін көрсетемін. Бізде қамырдың құрамында картоп болғандықтан қолға тез жабысып қалады. Онды көбірек сеуіп пайдаланамыз. Қамырдың көлемі қатты жұқа, қатты қалың болмау керек. 30 сантиметрде қылып жайып аламыз. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Енді пышақтың көмегімен 8 бөлікке бөлеміз. Келесі ингредиент бізде сыр. Мен 150 грамм сыр қостым. Жақсылап бетіне сеуіп шығамыз. Келесі екінші қамырымызды осы себілген қамырдың үстіне жабамыз. Менде кішкене көлемі үлкенірек болып қалыпты. Пышақпен артық жерлерін алып тастадым. Жан-жағын жақсылап бітейміз қолымызбен. Енді пышақпен бөлеміз. Бөлінген бөліктердің жан-жағын барлығын жақсылап қолымызбен жабамыз. Келесі табамызға майымызды құйып дайындап қоямыз. Қатты қызбау керек майымыз. Жай отқа қойып 5-6 минутта екі жағын аударып пісіріп қуырып аламыз. Міне достар, біздің сыр қосылған пирожкиіміз дайын болды. Өте ерекше, жұп-жұмсақ, әдемі болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Бұрын соны жасаған болсаңыздар маған комментарияға бөлісіңіздер. Ас болсын.